Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. 7 күнде тәжвид үйрен кітабының екінші сабағын бастаймыз. Біз алдыңғы сабағымызда мәттің түрлерін айтқан едік. Жалпы 6 мәттің түрі бар дегенбіз. Соның үшеуін алғашқы бірінші сабақта өттік. Олар мәт табиғи, мәт мұттасыл, мәт мұнфасыл еді. Бүгінгі төртінші мәт ол мәт ләзім деп аталады. Бұл өзі мәт созу деп айтқан болатымыз. Созулардың ішіндегі ең ұзақ созатын осы мәт ләзім. Мәт ләзім екен. Ережеге көшейік. Мәт әріптерінен, яғни әлиф, вау, я әдеттегідей кейін келетін әріптің сүкуні сөздің түбірінен болып табылатын тұрақты сүкун болса, онда ол мәт ләзім деп аталады. Енді бұл ережені жақсылап түсініп алуымыз керек. Қазір мысалға келгенде түсінеміз. Созу мөлшеріне келейік. Созу мөлшері 4-6 харакат мөлшерінде созу міндет дейді. Әймен сөйтті 6 харакат созу міндет деген болатын. Сондықтан мәттердің ішіндегі ең ұзақ созатын осы мәт ләзім екен. Мәт ләзім екен. Мысалына көшейік. Вәләддаллин. Ережеге салып көрейік енді. Мәт әріптерінен кейін вәләддо, мәт әріпінен әлиф әрпі тұр. Мәт әріпінен кейін келетін сүкун бар дейді, бірақ ол сүкун сөздің түбірінен болған сүкун дейді. Яғни мысалы вәләддаллин. Қараңыз, вәләддаллин. Тәштиті әріптерде біріншісі сүкун, екіншісі харакатты деген сөз. Яғни бұл сөздің түбірінен болған сүкун деген осы. Яғни кейіннен бір пайда болған бір сүкун емес. Мысалы, біз Құранда оқыған кезде, тоқтаған кезде, мысалы, Алхамдулиллахи роббил аламин деп тоқтаймыз. Негізі Алхамдулиллахи роббил аламин нә еді. Тоқтаған кезде харакет оқылмай қалады. Бұны кейіннен пайда болған сүкун деп айтады. Ал мына жердегі сүкун болса, бұл сөздің түбірінен болған сүкун. Сондықтан бұл нәрсе өте маңызды екен. Вәләддаллин. Бұл жерде ләмдағы сүкун сөздің түбірінен болғандығы үшін бұны біз асылы негізгі сүкун деп айтамыз. Сондықтан бұл жердегі ереже бойынша мәт ләзім болады. Ұзақ созып оқимыз. Келесі мысалды оқиық. Әс-саххату. Енді қарайық. Әс-саххату. Ереже бойынша мәт әріпі келіп тұр. Әлиф мәт әріпінен кейін шәттәл әріп бар. Тәштиті әріп. Тәштиті әріптің бірінші сүкунды, екіншісі харакатты деген сөз. Демек бұл сөздің түбірінен болған сүкун. Бұл жерде ереже бойынша бұл мәттің аты мәт ләзім деп аталады. Әл-хаққату. Келесі әл-әнә. Мәт әріпінен әлиф тұр. Әлифтен кейін әл. Бұл сөздің түбірінен болған сүкун тұр. Бұл мәт ләзім деп аталады екен. Әл-әнә. Келесі, енді бұл көбінесе тәштит әріптерде болады. Сосын әріптерде болады. Бұны хуруфул муқаттаа деп айтамыз. Мысалы, Құранда Ясин деген сүре бар. Бұның бірінші аяты да Ясин деп басталады. Енді қараңыздар, я бұлда мәт табиғи болады. Син деген жерде мәт ләзім болады. Неге? Син ашып жазғамыз, мына жерде қараңыздар. Син деген кезде яй әрпі бар. Яйдан кейін сүкун бар. Син. Наның үстінде сүкун бар. Бұл сөздің түбірінен болған сүкун. Бұны алып тастайылмас ешқашан. Сондықтан бұл мәт ләзім деп аталады. Олай болса оқып көрейік. Ясин. Келесі әлиф, ләм, мим. Мына жерде ләм деген кезде сүкун бар. Бұл сөздің түбірінен болған сүкун. Мим деген кезде тағы да сөздің түбірінен болған сүкун бар. Яй, мим деген кезде мәт әріптерінен яй әрпі бар.
яйдан кейін сукунды мим әрпі келіп тұр. Демек, бұл мәд ләзім деп аталады. Тағы бір оқып көрейік. Әлиф ләм мим. Осы нәрсеге мұқият болыңыздар. Енді келесі мәд арыз деп аталады. Мәд арыз мәттің ішіндегі ең жеңілі осы. Ережені бір оқи салайық. Мәд әріптерінен кейін келетін әріптің сукуны тоқтаудың нәтижесінде пайда болатын сукун болса, онда ол мәд арыз деп аталады. Яғни, бұның созу мөлшерін айтайық. Созу мөлшері 2, 4 немесе 6 харакат мөлшерінде сөз созу рұқсат дейді. Яғни, қаласаңыз 2, қаласаңыз 6, қаласаңыз 4 харакат мөлшерінде соза бересіз. Мысалына көшейік. Әл-әләмин. Бұл жердегі сукун тоқтаған кезде пайда болатын сукун. Яғни, бұл не деген сөз? Аяттың соңында тоқтайсыз мысалы. Мысалы, Фатиха сүресін оқыдыңыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Негізі алхамдулиллахи роббил аламин еді. Ал тоқтаған кезде сукун пайда болады. Харака оқылмай қалды. Бұны кейіннен, яғни тоқтау нәтижесінде пайда болатын сукун деген сөз. Осыны мәд арыз деп айтамыз. Қаласаңыз, алхамдулиллахи роббил аламин қысқа созып тоқтайсыз. Қаласаңыз, алхамдулиллахи роббил аламин. Осылай ұзақ созып тоқтайды екенбіз. Енді бұл мәдтердің ішіндегі ең жеңілі осы. Әл-муслимуна деген кезде, тоқтаған кезде әл-муслимун. Ән-насу тоқтағанда ән-нас. Осылай оқиды екенбіз. Енді ең соңғы мәд лин деп аталады. Мәд лин деп аталады. Мәд лин әріптер екеу ғана. Я және де уәу әріптері. Бұл мәд линде әлиф әрпі жоқ. Енді мысалға жаңағы ережесін оқиық. Уәу немесе я әрпі сукунды болып, одан алдыңғы әріп фатхалы болса, бұл өте маңызды. Уәу, я әріптерінің біреуі сукунды болып, одан алдыңғы әріптің харакаты фатхалы болса, және лин әрпінен, яғни лин әрпі дегеніміз уәу мен яйды айтамыз. Және лин әрпінен кейін келетін әріптің сукуны тоқтаудың нәтижесінде пайда болатын сукун болса, онда ол мәд лин деп аталады. Ереже осы. Яғни, лин әріптері екеу екен. Уәу, яй. Бұлар лин әрпі деп аталу үшін өзі сукунды болу керек. Оның алдындағы әріптің харакаты фатхалы болу керек. Және де сөздің соңында тоқтайтын болсаңыз, мәд лин деп аталады. Қысқаша ереже осы. Созу мөлшеріне келейік. 2, 4 немесе 6 харакат мөлшерінде созу рұқсат. Яғни қаласаңыз 2, қаласаңыз 4, қаласаңыз 6 харакат мөлшерінде созып дыбыстай бересіз. Мысалға көшейікші, Құрайшин деп тұр. Бұл Құранда Құрайш деген сүре бар. Құрайш. Сол сүрені ашып оқып көрсеңіздер болады. Құрайшин деп жазылып тұр. Енді бұл аяттың соңында келіп тұр негізінде. Ли-иля-фи Құрайшин деп жазып тұрады. Біз енді тоқтаған кезде Ли-иля-фи Құрайш деп созып тоқтаймыз. Неге? Мәд лим бар. Енді ережеге сай көрейік. Лин әріптері яй немесе уәу еді. Уәу әрпі, я әрпі Құрайшинде сукунды болып тұр. Одан алдыңғы әріптің харакаты ро фатхалы болып тұр. Шин деген кезде біз тоқтаймыз. Қаласақ тоқтаймыз. Яғни бұл өзіміздің еркіміздегі нәрсе. Тоқтамасақ, лин деген ереже болмайды. Мысалы, ли-иля-фи Құрайшин иля-фихим деп оқып кете беруге болады. Бірақ тоқтасақ, ли-иля-фи Құрайш деп созып тоқтаймыз. Неге? Себебі я әріпі сукунды, оның алдындағы әріптің харакаты фатха, және де біз сөздің соңында тоқтап тұрмыз. Демек, ли-иля-фи Құрайш деп созып тоқтайды екенбіз. Сол үшін жаңағы сукуны тоқтау нәтижесінде пайда болған сукун деп ережеде сол үшін айтып тұр.
Hazal beyt, ya'ni hazal beyti deb tursa, biz o'sha yerda to'xtadik. Ол meyli oyatning o'rtasida bo'lishi mumkin, oyatning so'ngida bo'lishi mumkin. To'xtasak, hazal beyt deb to'xtaymiz. Endi vavga misol beraylik. Min xawfin deb tursa, min xawf oslay to'xtaymiz. Ba'da yawmin deb turadi Qur'onning oyatida. To'xtasak, ba'da yawm. So'nggi bir misol, lahu aynayni. Misol, to'xtadik o'sha yerda. Qalay to'xtaymiz? Lahu aynayn. Meni oslay to'xtaydi ekanmiz. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.